Құрметті ұстаздар, бүгінгі ашық сабаққа қош келдіңіздер. Мен Кемиханова Гүлжайна Жетібайқызы, домбыра мен ән салу бөлімінің оқытушысы және білім алушы Қожаева Арина, бірінші курс. Бүгінгі біздің ашық сабақтың тақырыбы Ғарифолла Құрманғалиев сүйген жар. Ашық сабақтың мақсаты, міндеті Ғарифолла Құрманғалиевтің өмірі мен шығармашылығына толықтай шолу алу және әнді үйрету. Арина, біз бүгін ашық сабақты жаңа сабақ өтпестен бұрын кішкене дауыспен жұмыс жасап алайық, дауысымызды қыздырып алайық. Ол үшін біз дауысты бөлшектеп ойлаймыз. Бүгін үйге қандай тақырып берілді? Жамбыл Жабаевтың жас теңіз. Жамбыл Жабаев кім болған? Жамбыл Жабаев 1846 жылы туылған. Ақын, жазушы, жауынгер, жаршы болған. Ол жастайынан әншілікке бейім болған.
ол өзінің құрттайынан бастап әртүрлі ән, жыр бәрін өзіне дамытқан, өзінің өлеңдерін де шығарып отырған. Мысалы, оның өлеңдері бір әлеуметтік, саяси жағдайларға байланысты сол жердегі елдің ахуалын көрсетіп бейнелеп отырған өзінің өлеңдерімен. Мысалы, оның ішіне шағын сияқты бір өлеңдері көп. Бүгінгі біздің үйге берген тапсырмасы Жамбыл Жабаевтың, яғни жаз термесі, да? Жаттап кеттік пе? Иә. Қолдап бере ғой.
құс жайғақ балапаной қыста кішкене қанаттанған көтеретін жерлер бар, сол көтеретін жерлерінде көтеріп айтуыңыз керек. Тағы бір айтып көр. Әлі де дауысыңызды аузыңызды ашып кішкене керек. Сосын дикциямыз дұрыс болу керек. Дикция дұрыс болу үшін біз көбінесе жаңылтпаштар жаттап, соны айтып, күнделікті соны дағдыға айналдыруымыз керек. Жаңылтпашты, сосын жизыдро деген жаттығулармен де күнделікті өмірде айтып жүруіміз керек. Жақсы, бірақ кішкене әлі де жігер жетіспейді, тем жетіспейді, соларды әлі де қараймыз. Бүгінгі үйге берген тапсырмаға саған 4 деген баға қоям. Әлі де айтып, жаттап, Жамбыл Жабаев туралы әлі де көп мағлұмат білуге болады. Жақсы ма? Келесі біздің жаңадан өтетін тақырыбымыз Ғарифолла Құрманғалиевтің сүйген жарияны. Енді осы сабақ аралығында біз Ғарифолла Құрманғалиевтің бірнеше әндерін өттік. Алдыңғы сабақтарда Сәлемді өттік, Досымды өттік, Нұржамалды өттік. Жалпы Ғарифолла Құрманғалиев атамыз кім болған, қай жылы, қай жақта дүниеге келген мағлұмат білесің бе жалпы? Ғарифолла Құрманғалиев 1909 жылы 1 қаңтарда дүниеге келген, Қаратөбе ауданында. Ол әнші, композитор, қазақ КСР халық әртісі болған, Қазақ Республикасының мәдениеттік қызмет қайраткері болған. Сонымен қатар ол Шынтас пен Шайқы ұстаздарынан дәріс алған. Ол бізге мұхит әндерін жеткізуші, яғни насихаттаушы.
көптеген өлеңдерді жазған. Мысалы, біздің айтып жүрген Нұржамал, Сүйген жар, Досыма сияқты өлеңдерді орындаушы. Және де Ғарифолла Құрманғалиев атамыз тек қана әнші, сазгер, композитор болып қана қоймай, ол актерлық жағынан да кең тараған. Өйткені ол көптеген Ер тарғын, Қыз жібек операсындағы, Қыз жібек қойылымдағы Шегенің ариясын айтып, соны керемет өзінің нақышына келіп сомдап шыққан. Және біздің Мұхит атамыздың үлкен әндері нақышына келіп орындаған. Оның ішінде Айдан көз, Үлкен айдай және халық әндердің ішінде әлі дейін елдің аузына тарап келе жатқан 16 қыз, Ақ кербез деген сияқты әндерін нақышына келтіріп, елдің ықыласын алып орындап жүрген. Ғарифолла Құрманғалиевтің біз олай болса Сүйген жар әнін үнтаспадан тыңдап көрейік. Арғарай біз қазір Сүйген жар әнін үйренетін боламыз. Бір қайырымын нақтылап, дұрыстап, нақышына келтіріп үйренейік. Сүйген жар әнін шығу тарихы 1941-45 жылдары елімізде Ұлы Отан соғысы болып жатқан кезде, сол кезде жас ер азаматтарды, жас сарбаздарды соғысқа алып кететін болған. Сол уақыттар аралығында Ғарифолла Құрманғалиев өзінің әріптестерімен майданда жүрген ер азаматтарға күш жігерін, рухын көтеру үшін сол кезде әндерін айтып, күйлерін тартуға барады. Сол күйін әнін айтып болғаннан кейін Ғарифолла атамыз демалып отырған кезінде қасына бір жас сарбаз келіп, аға, сізге бір бұйымтайым бар еді. Сол бұйымтайымды айтсам бола ма деген ниет білдіреді. Сонда Ғарифолла Құрманғалиев атамыз жас сарбаздың меселін қайтармайын деп, жақсы айта ғой қарағым деп жас сарбазға сөйлейді. Сонда жас сарбаз қалтасында кішкене ғана үшбұрыштап бүктетілген қағазын қолына ұстатады. Менің елдегі асыл жарыма, сүйген жарыма осы бұйымтайымды жеткізсеңіз деп. Сонда Ғарифолла Құрманғалиев майданда жүрген жас сарбаздың өзінің жан жарына, сүйген жарына деген махаббатын, сағынышын осы ән арқылы туған. Kurmay
айтылады. Тағыстары 2 төмен 1 жоғары.
Қайтадан ойнайық. Қатар құрбы дегенде біз. Қатар Санау құрбай ойнаймыз. ішінде орның бөлек сөзіңді қайбір жансыз Жоқ, қара. сөзіңді Ойнайық, жүрін. сөзіңді
жолмен шығасың. Күлгің жұмсамай сүйген кішкене қайырмасын өтпес бұрын кішкене сергіту сәтін өткізіп жіберейін. Сенімен екеуміз домбырамызды қойып, кішкене мойнымызға, қолымызға жаттауымыз керек. Басыңды былай 2 рет, артқа 2 рет. Тағы да 2 рет, артқа 2 рет. Енді басыңды жаймен бүйтіп айналдыр. Оңға қарай 3 рет, солға қарай 3 рет. Иығыңды жаймен қозға, 3 рет, алға 3 рет. Енді кішкене қолымызды ашып жұмып жаттау жасайық та, сосын саусақтарымыздың арасын жаймен бүйтіп ашайық. Ана домбыраның пернеге жету үшін ашып созып жасайық. Жақсы ма? Енді ары қарай қайырмасын үйренейік. Додан ұстаймыз. Барыңнан өзіңде айталаймыз соны. Бір ауыз сөзіңде шумақпен қайырманы қосайық. Екеуміз бірге айтайық. Атың сенің сүйген жар, өмірге шақ, қуанамын көзіме көрінген шағай сүйген жар. Қатар
Барыңдан өзіңде бір ауыз сөзіңде жанарың жанып тұр жалт еткен кезіңде. Бүгінгі тақырып бойынша саған сұрақ қойғым келіп тұр. Ғарифолла Құрманғалиев қай жылы қай қалада дүниеге келді? 1909 жылы батыс қазақстанда Қаратөбе ауданында дүниеге келген. Ғарифолла Құрманғалиевтің қандай басқа әндерін білесің? Әнші дауысы досыма, сәлем Қазақстан. Және биыл Ғарифолла Құрманғалиевтің толуына 115 жыл. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Үйге берілген тапсырма Ғарифолла Құрманғалиевтің жаңағы өмірі мен шығармашылығын деректерін пысықтап келеміз. Сүйген жар әнін бірінші шумағы мен қайырмасын үйрендік. Соны үйден қарап, пысықтап, ойнап келеміз. Әннің үнтаспадан тыңдаймыз. Әнді көбірек тыңдауымыз керек. Біз ары қарай үйреніп, жақсы айтып кету үшін, әдемілеп айту үшін, әдемілеп хаққа жеткізу үшін көбірек үнтаспа тыңдауымыз қажет. Бүгінгі сабақтың бағасы 85 деген балл қоям. Жасау керек. Қақыстармен, даусымен. Осымен біздің ашық сабағымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Жақсы.